соңғы біздің өтетін сабағымызға жақсы көңіл-күй сыйлау үшін әуелі өзімізден бастауымыз керек. Сондықтан қазір әр топта көрсетілген амандасу реттілігімен бір-бірімізбен жақсылап амандасып алайық. Яғни бірінші топта отырған достарға, кәне мына суретке қарап, бір-бірімізбен амандасамыз. Бір-бірімізге жақсы лебізімізді білдіреміз. Ал, жақсы. Екінші топта бар. Дайын отырамыз. Дәл осы суреттегідей амандасып, бір-бірімізге жылы лебізімізді білдіреміз. Жақсы, рахмет. Үшінші топта. Ал, қане, неге балалар? Бір-бірімізге тұрамыз, бір-бірімізге амандығымызды білдіреміз. Жақсы. Ал, жақсы отыра қоямыз. Көңіл-күйіміз жақсы қой, сабаққа дайынбыз ғой? Жарайды. Олай болса бізде алдыңғы өткен жаңа тақырыбымыз неге берілген тапсырмамыз бізді заттардың қасиеті болады. Заттардың қасиеті нешеге бөлінеді екен? Қандай? Химиялық. Олай болатын болса, қазір сіздерге алдарыңызға штрих-код берем. Осы код арқылы ұялы телефондарыңызды шығара қоямыз. Осы штрих-код арқылы сіздерге тапсырма беремін. Осы тапсырманы телефонымыз арқылы орындаймыз. Мына жерде ортада бір оқушы тақтаға орындаса болады. Бір оқушыны орындаса болады. Кім келеді? Тақтаға қайсымыз шығамыз? Тақтаға қайсымыз шығамыз? Бәріміз ашып көрдік па тапсырманы? Бәріміз ашып көрдік па тапсырманы? Жақсы. Ашып қой, орындай қоямыз. Енді бұл тапсырманы орындаған кезде физикалық құбылыс және химиялық құбылыстарды ажыратамыз. Егер де физикалық құбылысты дұрыс тапқан болатын болсаңдар, 1 балл беріледі. Дескриптор бойынша, егер химиялық құбылысты дұрыс тапқандар болсаңдар, 1 балл беріледі. Егер физикалық құбылысты да, химиялық құбылысты да дұрыс тапқан болсаңдар, 2 балл беріледі. Ал, отырамыз. Енді ортасында өтейді бас, Кім келеді тақтаға? Тақтаға қайсымыз келеміз? Жұлдыз, тақтадан орындаймыз ба? Тақтадан орындаймыз, Қалғамыз орнымыздан орындаймыз, Ал. Кітаптардың апауы береді, мысалға ас содасы, сірке суы мен. Ал. Қайсы физикалық құбылыс, химиялық құбылыс ба? Физикалық құбылыс. Сонымен. Физикалық құбылыс. Мыстың жер бетінде жасыл дақтардың пайда болуы дейді. Физикалық құбылыс па, химиялық құбылыс па? Физикалық дейді. Ал бөтелкенің аузын ашқандағы газдың бөлінуі? Физикалық дейді. Қорғасынның балқуы? Физикалық дейді. Металдың иілуі? Физикалық дейді. Шамның жануы? Химиялық дейді. Физикалық жақсылап. Ал енді болыңда тексеріп көр. Дап кешкіні басқадай. Жоқ, анадан бас. Расында? Жоқ. Ал сенің тапқан үйің ішінде мыстың жер бетінде жасыл дақтардың бөлінуі химиялық құбылыс екен, шамның жануы химиялық құбылыс, ас сотысының сірке суымен сөндірілуі химиялық құбылыс, қалғаны физикалық құбылыс. Кімде қалай шықты? Екі құбылысты да бірдей тапқан оқушылар бар ма? Бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс кімде? Асылайда, бәрі дұрыс. Жарайсың. Нұрисламда барлығы дұрыс. Жарайсың. Жадырада барлығы дұрыс. Жарайсың. Тағы кімде? Енді бір физикалық құбылысты ғана толықтай шыққан оқушылар ма? Бір физикалық құбылысты. Жоқ, бір физикалық құбылыс тапқандар бар ма? Қане? Аянда тек физикалық құбылыстар дұрыс екен, химиялық дұрыс емес. Аянда 1 балл. Жаңағы барлығы дұрыс деген балларда 2 балл. Тағы кімде? Барлығы дұрыс. Жақсы. Маржан, қане? Барлығы дұрыс, жақсы.
Балалар ажыратып қояды, физикалық құбылыс пен химиялық құбылысты ажыратып қояды. Жақсы. Олай болатын болса, ұялы телефондарымызды сөндіріп, сумкамызға саламыз. Жақсы. Жақсы. Жұмбақ деп тұрмын, иә, қараймыз. Қандай тақырып тапсырып тұр? Қай жерде тұр? Таза заттар және қоспалар. Қай жерде? Қоспалар, иә. Тағы да бар ма? Қай жерде? Таза заттар және қоспалар. Жиелуі, иә. Яғни сонда бүгінгі тақырыбымыз бізді заттардың жіктелуі, қоспалар және таза заттар. Дәптеріңізді ашып көңілден қояды. Яғни бүгінгі тақырыпта бізде заттардың жіктелуі, таза заттар және қоспалар. Негізгі оқу мақсатымыз 5-3-2-1 қоспалар мен таза заттарды ажырату болып табылады. Сабақтың мақсаты қоспалар мен таза заттарды ажыратады және қоспалар мен таза заттарды біледі деген негізгі мақсатымыз бар екен. Әрі қарай тақырыпты жазып болдық қой, жақсы. Сабаққа жаңа сабақты бастамас бұрын видеоматериал қойылған, балалар. Таза заттар бір ғана заттың бөлшегінен тұрады. Мысалы, шақпақтан немесе құмшекер тек қана қантынан ғана тұрады. Бізді қоршаған нәрселер заттардың қоспаларынан тұратын белгілі. Қоспалар екі немесе одан да көп заттардан тұрады. Мынандай тәжірибе жасап көрсетейік. Қанттың кішкене кесегін заттың өте сирек кездесетінін білеміз, және сонымен қоса табиғаттағы заттардың көпшілігі қоспа түрінде жүретінін білеміз. Жалпы таза заттардың негізгі тұрақты физикалық қасиеттері болады. Яғни олар өз қасиеттерін жоғалтпайды, сол таза күйінде сақталады. Яғни заттардың таза заттар және қоспалардың жағын сондықтан олардың қасиеті өзгермейді. Мысалы, оларды біз жай заттар және күрделі заттар деп екіге бөлеміз. Ал қоспалар екі не одан да көп заттардан тұрады. Қоспаның құрамы әртүрлі болып келеді және сондықтан олардың қасиеттері әртүрлі болады. Және де біз қоспаларды бір текті және әр текті деп бөлеміз. Осы таза заттар, қоспалар мен қоса бізде қорытпалар бар. Қорытпалар деп отырғанымыз, яғни металлургияда, металл өндіріс орындарында қолданылатын қатты металдардың балқу барысы кезінде қосылған қоспа түрін айтамыз. Яғни бұларды да біз қоспа деп айтсақ болады екен. Енді таза заттар жаңа айтты, жай және күрделі заттан тұрады деген. Мысалға, жай затқа ериді газын алуға болады. Мысалға, оларды шар үрлеуге қолданамыз. Күрделі затқа суды алсақ болады екен. Яғни бұл дистелленген су. Табиғатта бұдан басқа мысал ретінде таза затқа айтатын болсақ, алтынды, күмісті және де оттегіні жатқызуға болады. Бірақ олар кей жағдайда қоспа заттардың құрамында бірігіп жүреді екен. Яғни бұлар бізде таза заттардың сипатын көрсетеді екен. Екіншіден қоспалар, біз таза заттар бөлек қоспа заттар бар дейсіз ғой. Қоспалар біртекті болады және әртекті болады. Айтып кеткенімізде қоспа деп отырғанымыз бір немесе бірнеше заттың қосындысынан тұрады және олардың қасиеттері тұрақты болмайды, әртүрлі болады деген. Яғни біз оларды біртекті және әртекті деп бөледі екенбіз. Біртектіге заттың жеке бөлшектерін көру мүмкін емес болады. Мысалға, ауа, теңіз суы, сүт өнімдері, шай және бензин. Бұлардың барлығын біз тұрмыста қолданып жүрміз. Сүт деп отырған өзі былайша қарағанда табиғи зат сияқты, таза зат сияқты көрінеді. Бірақ бұл да қоспа болып есептелінген. Шай да, теңіз суы да, ауа да, бұлардың барлығы, яғни бір текті қоспа заттар екен. Енді әр текті заттарға заттың жеке бөлшектерін жай көзбен көруге болатын. Мынада көзге көре алмаймыз ғой, ал мынада көзге көруге болатын. Мысалға, гранит,
құм мен су, темір мен күкірт, темір мен ағаштың ұнтағы, темір мен бордың ұнтағы деген сияқты сонымен қоса күнделікті тұрмыста қолданып жүрген көптеген тағамдардың барлығын қоспасын біз көзбен көріп біле аламыз ғой, иә? Сондықтан бұларды біз әртекті қоспа түрлері деп айтамыз, иә? Енді жаңа айттым, иә, қоспалар болғаннан кейін оны бөліп алу әдістері болады екен, иә? Қоспа міндетті түрде бөлінеді, иә? Оны бөліп алу әдістері әртүрлі болады екен. Мысал келтіріп тұр, иә, заттың қоспалары берілген және бөлу әдістері берілген, иә? Заттың қоспаларынан мысалға қант пен су, су мен өзен құмы, темір мен бор, су мен бензин берілген, иә? Енді осы жерде балалар қарайықшы, қайсы бөлу әдіспен бөлуге болатынын көрейікші, өзіміз ойланып. Магнитті бөлмемен. Себебі темірде магнитте тартылыс күші бар, иә? Жақсы. Тағы су мен құмды қалай сүзу арқылы ма? Сүзу арқылы, иә? Су мен бензинді ше? Құмды арқылы, иә? Қант мен тұзды ше? Улану арқылы. Яғни сонда қоспаларды бөліп алу әдістері де әртүрлі болып келеді деген, иә? Жаңа айттық, иә? Таза заттар өте сирек кездеседі, иә? Яғни соның ішіндегі таза зат біз алып отырған суымыз, алтынымыз, бұлардың бәрі жаңа мысал ретінде таза зат деп айттық қой, иә? Бұлардың қасиеттері біртүрлі болады деді, иә? Мысалға су, яғни оның қасиеті қату температурасына байланысты, иә? Таза су 0 градус температурада қатады, 100 градус температурада қайнайды, иә? Яғни бұл таза судың құрамында ешқандай қоспасы жоқ таза судың қасиеті. Егер де оның құрамына басқа қоспа қосылатын болса, онда ол бұл градуста қатып немесе қайнамайды. Мысалға, теңіздің мұхиттың суының тұздылығы басым болғандықтан, оның қату температурасы -2 градуста қатады екен олар, иә? Себебі оның құрамында тұздылық жоғары, иә? Яғни теңіз суы мен мұхит суларында. Ал басқа өзен сулары, көл сулары, кәдімгі дистелленген сулары, ауыз су барлығы жай тұрған 0 градуста қатып, 100 градуста қайнау қасиеті болады, иә? Және сонымен қоса таза заттардың ішіндегі алтынды, сап алтынды атауы болады, иә? Яғни алтын еш қоспасы жоқ зат болып табылады екен. Сонымен қоса күмісті де алуға болады екен, иә? Жалпы бұндай таза заттардың, яғни қасиеттері тұрақты болып келеді. Мысалға, алтын, біздің Қазақстан жерінде алтынның жалпы қоры бойынша дүние жүзінде Қазақстан 10-шы орында алады екен, иә? Ал тмд елдері бойынша 3-ші орында алады. Жалпы алтынды шығару бойынша дүние жүзінде 25-ші орында алады, ал тмд елдері бойынша 4-ші орында алады. Енді осы алтын кен орындары Қазақстанның қай аймақтарында кездеседі дейтін болсақ, яғни олар шығыс, солтүстік Қазақстан және оңтүстік Қазақстан аймақтарында кездеседі екен, және олардың кен орындары, кенді өндіретін орындары осы аймақтарда шоғырларға кездеседі екен. Яғни бұл біздегі таза заттың алтынның, яғни қасиетін жағады. Қазақстан аймағында таралған бөлшектерін айтып жатырмыз, иә? Енді балалар, жаңа өзіңіз айтып өткендей, таза зат, қоспа зат, қоспа заттың не екенін білдік қой, иә? Қайталап айтайық па, түсінік пе? Жақсы, олай болатын болса, бір қайталап айтып, бір қарап көрейік. Таза заттар қандай болады? Қоспасыз. Табиғатта жиі кездесе ма? Қоспа заттар қандай болады? Олардың қасиеті тұрақты бола ма? Біртекті бола ма? Біртекті болады, иә? Себебі олар әртүрлі заттардың несіне тұрады? Қоспасынан тұрады екен, иә? Және сонымен таза заттарды тағы нешеге бөлдік? Екіге, қандай? Жай және күрделі, иә? Қоспа заттарды нешеге бөлдік? Екіге, біртекті және әртекті. Таза зат, қоспа заттан бөлек тағы не бар? Қорытпа заттар деп тұрғанымыз не болды? Бір немесе бірнеше металдардың қосылысынан пайда болған зат қорытпа зат. Яғни тығыздығы қатты металл заттардың қорытпасынан пайда болған заттар екен, иә? Жақсы ма? Жақсы.
жақсы. Олай болса, тақтаға қараймыз. Бізде бірінші жеке тапсырма тұр. Ойлантап әдісі арқылы қоспа, таза, қорытпа заттарды анықтап кестені толтырыңдар дейді. Дәптерге жазамыз, иә? Енді мына жерде қант, гранит, латунь, өзен суы, сүт, спирт, алтын, қаймақ, шойын, саз, балшық, болат деген заттар берген. Осы қайсысы таза зат, қайсысы қоспа, қайсысы қорытпа. Ал ажырата қояйық. Егер де осы үш жаңағы заттың түрін нақты дұрыс анықтайтын болса, онда бізде 3 балл болады. Егер екеуін анықтап қалатын болсаңдар, 2 балл. Біреуін анықтасаңдар, 1 балл. Егер де толықтай анықталмасаңдар, онда балл жоқ. Ескертуде осылай көрсетілген. Таза заттарды анықтайды, қоспа заттарды анықтайды, қорытпаларды анықтайды. Ал кестеге қоя қоямыз. Оған жоқ өңдеріп айтамын. Иә? Қайда? Бұл таза зат деп қосымша болды. Қоспа зат деп қосымша болды. Мысалға. Өзен суы, алтын суы. Латунь дегеніміз металдар, иә? Металдар. Қандай заттар болады? Қоспа. Қоспа бола ма? Таза бола ма? Металдар. Қоспа болады, иә? Қант бар. Сүт, өзен суы. Қант. Сосын? Сүт, өзен суы. Өзен суы. Сосын? Қоспа заттар қайсысы? Қоспа заттар, балшық, өлімшік деп жазамыз, иә? Болған құш бар ма? Болған құшыққа өтелеріз, бұл жеке тапсырма балалар, иә? Қайсымыз айтамыз? Қайсымыз болды? Қайсымыз болды? Ала кесетін ған, оңай тапсырма болды. Айнұр болды ма? Болды. Жада болыпты, жұлдыз болыпты, сосын тағы. Асай болды ма? Асай болыпты, жақсы. Мерей болыпты. Сандай қайда? Болды ма? Сандай болыпты, жақсы. Нұрислам болды ма? Абай болды. Болып қалыпты, жақсы. Мағжан болды ма? Інжу? Абай соңғы салды. Соңғы салды, жақсы. Ал, ең бірінші болған кім еді бізде? Жадыра. Жадыра. Ал, Жадыраның жауабын тыңдайық. Таза заттар қант, спирт, қоспа заттар гранит, сүт, өзен суы, қаймақ, саз, балшық. Қоспа заттар, қорытпа заттар латунь, алтын, шайын болады. Шойын болады. Нәтиже спирт қалып қойсы, иә? Спирт жаздым. Қайсыған жазады? Таза зат, иә? Яғни бұл жерде бізде таза зат, қант, спирт, сосын өзен суы, иә? Өзен суы таза зат. Одан кейін қоспа затқа гранит, сүт, қаймақ, қаймақ, иә? Саз, балшық. Қорытпаға латунь, шойын болады жатады, иә? Осылай ма? Әлде қатесі барлар бар ма арасында? Осылай ма? Қалғанымызда? Апа, менікі де дәл сондай. Дәл сондай, жақсы. Қане, мұсылман өтті? Мен де сондай дейсің.
өзен суы, спирт, сүт бізде таза зат емес, алтын таза зат. Қоспа, қант бізде саз балшық, қаймақ, гранит тұр. Мыналар қалғаны дұрыс. Сенде бір балың кем, біреу дұрыс емес, қане? Жақсы. Тапсырма түсінікті ол балалар, Жақсы. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде топтық жұмыс, функционалдық қауіпсіз тапсырмасына байланысты эксперимент әдісі арқылы, яғни бірінші топтағы лимон шырыны қоспасын әзірлеу, екінші топтағы темір мен бор қоспасын әзірлеу, үшінші топтағы құм, тұз, су қоспасын әзірлеу дейді. Қазір әрқайсылар алдарына заттарын беріп, абайлап, ұқтап пайдаланамыз. Яғни әжетке, сіздерге су беріп тұрым, қант беріп тұрым, ас соусы бердім, лимон қышқылын бердім, және жалбыз бердім, және араластыратын таяқшасы. Әрқайсының көлемі бойынша өзіңіз араластырасыз. Екінші топта темір мен бор қоспасын әзірлеу. Қай жерде мұқият қараймыз. Сіздерге су бердім, темір ұнтағын беріп тұрмын, бордың ұнтағын беріп тұрмын, және магнит беріп тұрмын. Мына жерде алдымен мына ыдысқа темір мен бордың ұнтағын әзірлеп алып, одан кейін болғаннан кейін барып, оны қалай ажырату керек екенін, суды және магнитті пайдалана отырып, қалай ажырату керек екенін көрсетеміз, жақсы ма? Сол қасықпен пайдаланамыз, Үшінші топқа сіздерге екі ыдысқа су бердім, тұз бердім және құм бердім, екі қоспа әзірлейміз. Жалбызды не үшін салатыныз? Бәріңіз боқ па? Енді әжейді отырамыз, отырамыз. Әр топта жасаған жұмысты қорғап түсіндіру үшін екі оқушыдан шығайды. Бірінші топтың көреге. Екі. Ап әзірлегендеріңіз лимон шырыны қоспасын әзірлеуге. Балалар, тыныш тыңдаймыз. Біз лимон шырынын дайындау үшін біз ең алдымен көз мөлшермен кішкене астыдасын қостық, одан соң лимон қышқылына қостық, сосын қант қостық, араластырып болғаннан кейін дәмін келтіру үшін үстіне жалғыз қостық. Осылай біздің лимон шырынымыз дайын
яғни бұл лимон қоспасы, яғни оның құрамында ас содасы бар екен, қант бар екен, су бар екен, жалғыз бар екен. Жалғыз бізде дәмін беру керек. Енді осы қоспа бізде бір текті ме, әр текті ме? Әр текті. Себебі әртүрлі заттардың қоспасына тұрады. Балалар түсінді қоя, яғни лимон шырының қоспасының қалай әзірленуге дейін түсіндіге. Жақсы. Рахмет. Қоспамыз темір ұнтағы және бор ұнтағы екеуін жақсылап араластырдық және темір мен бор ұнтақтарын ажырату керек. Біз ажырату үшін екі тәсіл қолданамыз. Ең алдымен магнитті қоспаға тақаймыз. Жақындатамыз. Құрамындағы темір магнитке жабысады. Темір магнитке жабысады екен. Екінші әдісі қандай екен? Су арқылы құйымыз. Нағысқа бөліп құйып, балаға көрсете қоямыз. Темірді бордан бөліп. Ал қалған ұнтағын ағын салып, қалай бөліп екенін көрсетеміз. Асты жаққа қарай тұнып, бұл жерде бұр асты жаққа қарай тұнып. Бұр судың бетінде қалады, ал темір асты жаққа қарай тұнып. Судың түріне сөйтіп бұл бөлу процесі ретінде. Бұндай бөлу әдісін не дейміз? Тұндыру және магнит арқылы бөлу әдісіне. Жақсы. Түсінікті ме балалар? Бөлу әдісін түсініп қоя? Жақсы. Бізде бұлда қоспадан біздің ерігішті қасиетті табуымыз керек. Біз бір стаканға бір құйдық, ал екінші стаканға тағы да бір тұз құйдық. Біз қоспадан ерігішті қасиетті анықтасақ, құмды салсақ, ол бірден астына кетеді, астына төніп кетеді, ал екіншісі ол бізде тұзбен және суды жақсылап араластырамыз. Одан кейін соның ішінде айырмашылығы болатын болса, бізде құм ерігіштігін ұстамайды, ал тұзбен су араластырылса, бізде тұз, яғни айтқанда, ол өзінің ерігішті қасиетін ұстайды. Яғни бұл топта екі жаңа қоспа зат берілген, бірі су мен құмды араластыру, екіншісі тұз бен суды араластыру. Яғни бұлай бір қарағанда, яғни мынау қазан су сияқты көрінеді, бірақ бұның физикалық қасиеті өзгеріп кетті, балалар? Себебі не қостық? Тұз қостық, бұның құрамы өзгеріп кетті. Яғни тұздың ерігіштік қасиеті басылды. Ал мына қоспада, яғни құм қостық, судың түсі де өзгеріп кетті. Яғни бұлар физикалық құбылыс. Бұларды бөлу үшін, осы қоспаны бөлу үшін қандай әдіс қолданамыз? Біріншіге қандай әдіс қолданамыз? Тұндырамыз. Тұндырып төбедегі суды, құмды аламыз, немесе оны сүзу арқылы. Екіншісінде буландыру арқылы, яғни булану процесі арқылы судан тұзды бөліп алады екен. Яғни бұл қоспаларды әзірлеген уақытта заттардың еритін, ерімейтін қасиеттерін білдірді. Келер сабақта бізге заттардың еритін, ерімейтін қасиеттері туралы өтетін боламыз. Жақсы ма? Жақсы. Отыра қоямыз. Балалар, біз үш тәжірибеде, яғни қоспалардың қалай әзірленетінін, қоспалардың қалай бөліп алу керек екенін және қоспалардың қасиетін сақтай алмайтындығын түсініп білдірге. Яғни жаңа айтып өткенімдей, қоспа заттар әрдайымда өзінің қасиетін жоғалтып отырады екен. Яғни жаңа айтып өткен, егер тәжірибе дұрыс, жақсы анықталған болатын болса,
онда ол 3 балға ие дейді. Яғни осы жерде топтарды бағалар бөлінеді. Мысалға, бірінші топ анық жақсы айтты, нәтиже жақсы көрсетілді. Нәтижеге дәмі көрген жоқпыз. Екінші топта мына жерде сипаттап айтқан кезде қоспаның түсінің өзгеретіндігі туралы, қасиетінің өзгеріп кететіндігі туралы айтылмайды. Өйткені ақ бордан темір күлгін түстен екеуінен бөлек бір зат не шықты ғой, физикалық қасиетінің өзгеретіндігі туралы айтылмай қалды. Мына жерде қоспалардың бөліп ажырату туралы айтылмай қалды. Сондықтан мына топтағыларға 2 балл, сіздерге 2 балл, сіздерге 3 балл деп алып берем. Жақсы ма? Әр қарта жұмысымыз әр қарта жалғастырамыз. Келесі жұмыс бізде жұптық жұмыс. Жұпта бір-бірімізбен жұптасамыз. Тапсырмасы. Тізімдегі заттардың қандай қосылудан тұратынын жазыңыз. Бауырсақ, пицца. Егер де қоспасының құрамын дұрыс, нақты, анықтап жазып айтып беретін жұпқа 2 балл береді. Енді мына жерде тауарды алынып балалар, астына жазып өздерін белсанда болады. Өздерін құрамын астына жазыңдар. Бауырсақтың құрамына не кіреді? Сіздерде ыстық бауырсақ әдісі арқылы бауырсақтың құрамын жазарыз. Жоқ, маған жаза берсем, астына жазып тұра берсем. Бауырсақтың құрамын анықтау. Жұпта, жұп-жұппен аламыз. Жұп-жұппен. Пицца әдісі арқылы пиццаның құрамын жазамыз. Енді балалар, бұл аталған заттардың барлығын тыңдайды. Тапсырма әлі толықтай айтқан жоқпын. Қолымызға алып тұрған заттардың барлығын тыңдайды. Қолымызға алып тұрған заттардың барлығын жұппен отырып әркім өз жұпымен жазады. Енді сол жерде топтың ішінде бір ғана жұп жауап береді. Ойласып аламыз, бір жұп қана жауап береді. Қайсының жауабы нақты, сол жұп қана жауап береді. Сосын алып тұрған заттардың негізгі пайдасы, зиянды жақтарына қосып кетеді. Ойланып жазуға егілмейді. Медали. Бауырсақты жақсы пісіріп жатсыңдар ма? Жұлдыз, ұн, құм, шекер, астауларын қойды. Жұп
Балмұздақ дайын болмады ма? Дайын болды ма? Шөгіп тұр балмұздақ дейді. Pizza dayın болу үшін қамыр салмасы жасалынады. Pizza істеу барысында пайдаланамыз. Одан кейін Қамыр жая қойып. Кетчупты, майонезді себеміз. Әуелі қамырын жайып ал. Қамырды жаямыз. Қамырды жақсылап жаямыз. Қалың болмасын қамыр. Дайын болғасын оған кетчуп пен майонезді жағамыз. Кетчуп пен майонез жағамыз дейді. Ал одан соң оған сал қосамыз. Ал енді қамырын жайып алып екеуі, енді бетіне кетчуп пен майонез жағып алып, енді салмасын бетіндегі қоспасын салмақ ал. Әртүрлі қоспадайды салуға болады дейді. Бұлардың қоспасында не берді? Бері қарап айтады, мына қарап не берді? Бірінші Айболат не болды? Ол ашық қызыл бұрыш. Тәтті қызыл бұрыш ол. Ал. Содан кейін? Ал, мынау қызанақ. Қызанақ салуға болады дейді жақсы. Сыр. Яғни пиццаның ең бір дәмді болуының себебі оның сыры, иә? Ал, мынау пияз. Пияз қосады екен. Сосын? Ал, бұл ананас. Ананас қосуға болады екен. Сосын? Ал, бұл саңырауқұлақ, иә? Шұжық қосады дейді. Содан кейін ең құнарлы, ең жаңағы витаминге бай брокколиді қосады болады. Сөйтіп, Айболат пен Сартайдың дайындаған пиццасы. Қандай зат? Қандай? Қоспа, иә? Енді бұл денсаулыққа зияны ма? Зияны тұстары да бар, иә? Қаншалықты тәтті болғанмен зияны тұстары. Бұл біртекті ма, әртекті ма? Әртекті, иә? Жақсы, отыра қоямыз. Ас мәзір ретінде қолдануға кеңес бермейміз, иә? Әжеде шулаған балаларды жұмысы тыңдамайды ма? Ал, екеуі бауырсақ түсіруге келеді. Ал, бауырсақ дейді. Бауырсақ әдісі арқылы бауырсақты қалай дайындайды екен? Не болады дейді? Бері камераға қарап айтамын. Қант, бірде болады қант қосады екен. Бірде. Қант болады екен. Ал, жұмыртқа су қосады екен. Сүті бар екен, дауыстап айтамыз. Суы болады екен. Содан кейін ұны болады екен. Суы болады, сүті болады екен. Сосын
Сары май қосады екен. Ой, не деген бауырсақ мынау? Күшті ғой. Сосын. Тағы не қосады? А? Қопсытқыш қосам дейді. Ойаба. Не деген бауырсақ күшті пісіреді ғой. Сосын. Не қосады? Ағади май қосам дейді. Ал, бауырсақ дайын бол. Әдемі бауырсақ болды. Жақсы болды. Енді қандай зат? Қандай зат? Қоспа ма таза ма? Қолда. Таза зат па? Қанша зат қосты ма? Қоспа зат, жақсы. Отырамын. Пицца жеп алдық, бауырсақ жеп алып, шөл жетін алып. Аяққа жібек, кел. Қайғылық тезек. Біз бауырсақты бірінші сүт, екінші киви, үшінші қант, төртінші жұмыртқа сарысы қолданамыз. Дәмдеуіш, жеміс, ет, кесір, сироп, қоспа, қосымша толтырғыштар. Қоспада отыра тұрамыз, иә? Бала, бүгінгі сабақта жақсы ақтау ең бар. Сартайға, Айбулатқа, Нұрисламға, Жұлдызға, Жадыраға, Асайға, Мерейге, Айжұлдызға, Нұрасылға, Інжуге, Мажанға өте жақсы. Қалған балаларда жақсы істер, біздегі топтық жұмыстар кезінде, жұптық жұмыстар кезінде барлықтарында жұмыс жасадыңыздар. Енді мына жерде балалар білім ағашына бүгінгі алған білімдеріне не үйрендіңдер? Тағы да не білгілер, не білдіңіз? Білім ағашына жапсыра қоямыз, иә? Ал. Босқа балалар тезете қоямыз. Үйге таза заттар және қоспалар туралы оқып, танысып келеді. Үйге мысал ретінде бүгінгі сабақтан айтылған мысалдардан бөлек тағы да қандай қоспа заттар бар, біз айтпай қалған, қандай таза заттар бар, қандай қорытпа заттар бар, соларды үйден біліп, жазып келеді. Жақсы, сау болыңдар балалар. Сау болыңдар.